Алматы қаласы кезекті жобамыз Бақтияр мырзаның үйіндеміз. Бәке, қоныс құтты болсын. Мінекей бәкең арнайы аттың басын Шымқалаға бұрып, осы жобаны қаншама талқылап, ақылдасып, толық ойдағы дүниенің бәрін ескере отырып жасадық. Біз қалай сызып бердік, ештеңкесін өзгертпейді. Тура сөйтіп шығаратын болса, біз үшін ол үлкен қуаныш. Сол қуаныштың біріне қазір келіп тұрмыз. Участок 8 соттық, 18-ге 45. 18-ге 45, 8 соттық. 45, былай 18. 18, иә. Жалпы біз жобалау барысында ең бірінші талап, есіктің алдында ешқандай капитальный строение болмаса, одан кейін оң жақ бетте біздегі сырттың рельефін ескере отырып, гараж. Гараж қарастырылған. Гараждың пульті қалтаңызда ма? Қалтамда. Содан бастайық онда кеттік. Мына жерде өздеріңіз байқап тұрсыздар, бізде оң жақтан солға қарай уклон бар. Сол участоктың уклонын ескеріп, бізде көршімен осы участоктың ортасында подпорный стенка бар. Подпорный стенка бар. Сосын біз стандартный методпен емес, сырт жақты жаңағыдай фундамент құйып, гранитпен қаптап емес, кәдімгі габиондарды қолдандық, Бәке, бұл габиондар, қателеспесем, бұл мелкий түрі. Бізде көпшілік жерде қолданылып жатқаны крупный форматтағы. Не ерекшелігі бар? Бұның ерекшелігі мынау 3 светті тас жүреді. Бұл екі есе қымбат жүреді обычный габионға қарағанда. Бұл қазір қараңғы, темный кезде басқаша свет, күндіз тұрғанда бұл ағарады. Керемет. Жаңбырлы кезде арасынан қызыл тастар көйіп кетеді. Жақсы. Сосын бұл екі қабат, оцинкованный шірімейтін үлкен форматтағы сетка и кішкентай форматта, чтобы тастар түсіп қалмау үшін. Керемет. Но бізде штакетниктер. Бұл евроштакетник, корейский фирма. Евроштакетник кәдімгі обычный забордан, ограждениелерден ерекшелігі, бұл дышащий забор деп айтылады. Арасында ауаның циркуляциясына, басқасына барлығы әдемі ескерілген. Обычно жаздың күндері бізде забордың барлығы бетон, шлакоблок болғаннан кейін, бұл жерде бәрібір оның ыстығы ішке қарай ұрады, ол әсер етеді. Біз жаңағындай қаланың сыртында, дачада, болмаса ауылды жерлердегідей бір үлкен 20-30 соттық жерде емес, өзіміз айтып отқан сияқты ені 18 болғаннан кейін ол ішке қатты әсер ететін болады. Сол себепті біз осы мәселені сразу ескеріп кеттік. Жаңа гаражға қатысты ақпаратты толықтыратын болсақ, мынау бізде ролл-ставни, кәдімгі обычный ворота емес, бұл да өте ыңғайлы. И сосын тағы бір ескеретін мәселе, мынау бізде қазір гараждың дуалы тұр, стенасы. Одан кейін бізде 1 метр, 1,20-30 түп бар екені көрінеді. Бұл бізде үйдің ішінен айналып келіп, іштегі, мысалға, воротаны ашпай-ақ, іштен кіретін есік бар. Оны да сразу көрсетіп жіберейік. Өте ыңғайлы нәрсе. Мынау бізде арт жақта тұрған бұл автополивтің бочкасы, резервуар, Бұл жерде Еврокоп деп айтылады. Екі су қойылатын екі орын. Бұл жерден, егерде су үйде бір күнге, екі күнге тоқтап қалса да, бұл жерде запас су жетеді. Бүкіл газондарға су шаша береді осы жерден. Керемет. Мына жоғарына былай істедік, көбірек сәсетке қарай шығардық, қарға, жаңбырға, осы жер қар жаңбыр болып жатпау үшін. Керемет. Мынау бізде консоль болып тұр. Бұл технологиямызды, осы методымызды біз үйден де байқауға болады. Үйдің де жанында консоль бар. Мына жерде бізде галька тастармен, ландшафтный галька тастармен біздің мынау озеленениеден бөлек, мына жерде дорожканы байқауға болады. Ол да консоль арқылы мына жерде пана болып, үйдің артына өтуге өте ыңғайлы болып қарастырылады. Ал үсті балкон болып кетті. 2 в 1. Негізі өте ыңғайлы шешім болды бұл. Жобалау кезінде оның барлығы ескерілді. Спальнялерден шығатын, 2 детскийден шығатын, балконымыз бар. Мына жерде бізде гараждың үсті толық монолит. Монолит. 2 ступенькіден детский площадканы көруге болады. Мынау қазақи болсын дедік. Әке-шешем, үлкен кісілер келгенде осы жерде жан бастап жатып, шай ішіп жатады, демалады, көлеңкі, рахат. Ана жақта бала-шаға ойнайтын жер. Керемет мінекей. Қыста да, жазда да ойнай береді. Көпшілігі бізде жалпы сұрап жатады. Осындай хай-тек, заманауи стильдегі, райт стильдегі, хай-тек стильдегі үйлер жобалап жатқан кезде тапчан қойып жүрсек қалай болады, стильді бұзбай ма деген сияқты. Міне соның дәлелі. Қазір видеода көбісі айтуы мүмкін ғой, Майамиде жүрсіңдер ме, қаяқта жүрсіңдер, пальма өсіп тұр ғой деген сияқты. Осы пальмалар туралы айтқан кезде бұл жерде де ең басты ақпарат сол бағасына келіп тіреледі ғой, сондықтан бір атап өтсек. Негізі бұл пальманы мен Инстаграмнан 3-4 адам таптым. Оның ішінен сұрастыра келе көп пальмалар обычный бетоннан жасайды дегенде, жан-жақтарын қырып ше. Ол ұнамады маған. Маған мен бір Таиландқа барған кезде тура осындай пальмаларды ұнаттым да, сондайды іздедім. Сосын бұның шатаспасам атын эфиопиялық пальма деп айтады екен. Қатты түсіне бермедім, бірақ жалпы түрі кәдімгі натуральныйдан аумайды екен. 100% ұнады. Біздің шашақтары барлығы натуральный эффект беріп тұр ғой мінекей. Жаңағы сізге ұнамағаны ол кәдімгі имитация пальма. Бетон болып тұр, ол имитация береді үшін. Ал мынау кәдімгі таза пальма ғой. Кактустарда пісіп тұр.
түсіп тұр уже жіберуге болады уже. Керемет. Бағасы? Сонымен бұның бағасы 700 деп айтқан, в общем 600-ге келістік қой. Керемет. 600-ге келістік әрқайсысы. Газонға қатысты айтайықшы. Аха. Қандай сорттағы газон? Спорт газон ба? Шатаспасам, Джонсон деп айтылады ғой деймін. Бұл газондардың ішіндегі ең әдемісі, ең тез өсетіні, и жап-жасыл болып тұрады. Қыста да, жазда да любой время Керемет. түрін жоғалтпайды. Түрін жоғалтпайды. Так, сосын бір байқап тұрғаным, біздегі люктар бар ғой? Жаңағыдай бізге технический қызмет жасайтын люктардың беті декоративный жабылған екен. Көпшілік үйде бұл кәдімгі люк болып тұрады ғой? Аха. Ашық бола ма? Болады. Кәдімгі Жеңіл ашылады. жеңіл ашылады, мінекей. Мынау люк. Мынау бұлай көтеріліп алынады. Крышкасы бірге тұр да мынаның. Бұл жерде судың заттары өткен жердің астынан. Керемет. Керемет. Кетті орнына қойып. Қоя саласың, өте ыңғайлы. Бағырларымыз. Мынау екіншісі бізде тастың имитациясы болып тұр. Бұл жерде де люк тұр. Бірақ тас бұны көрсетпей жерді. Керемет. Барлық нәрсені мән беріп ескердік қой бұны. Қараңыз. Люк. Қалай әдемі шешілген. Осындай нәрсенің бәрін көрсетпей жерді. Әдемі. Негізі жалпы жоба, үй жақсы жобаланып, бәрі керемет ойдағыдай болып шығатын болса, ол жерде үйдің өзінен бөлек сырт жаққа да шабыт ашылады, бір ансамбльде болу үшін, сол эстетиканы, сол керемет ыңғайлықты сақтау үшін осындай дүниелерге де мән беріледі. Негізі мынау Бәкеңнің өзінің шешімі. Осындай қылып жасап жүрсек, мынандай қылып жасырып жүрсек деген сияқты. Керемет, өте керемет. Енді қараңыз, енді мына жерде бізде обычный дуал емес. Стандартный высота жоқ. Не бұл, қандай материал? Бұл обычный сайдинг. Обычный сайдинг. Обычный сайдинг. Бірақ үйдің стиліне сәйкес келген светпен таңдадық та, ешқандай шұрып шегесі жоқ, ішінен киілетін сайдингпен жасадық. Керемет. Бұның орнына мысалы любой заттан жасауға болатын еді, кірпіштен анамын. Үйге тура келмей қалатын болды да, үлеспей қалатын болды бір-бірімен ше. Бұл жерде бір ескеретін мәселе, сұлу нәрсе, ол қымбат болу керек деген сөз емес. Барлығы дұрыс, со вкусом, барлығы дұрыс шешіммен жасалатын болса, арзан, доступный дүниенің өзімен керемет нәрсе шығаруға болады. Міне қараңыздар, антрацит цвет, бір стильде, ешқандай шов көрінбейді. Бұралары қосымша вид беріп тұр. Үйге келейгенде, жалпы мынау біздің жаңағы второй светіміз, қазір ішке кірген кезде айтып өтетін боламыз. Бұл жерде де толық күннің шығыс батысы барлығы ескеріліп, үлкен витраж, пердемен, басқа дүниемен жабылып тастамайтындай қылып, есіктің алдына қаратып, күн қызған кезде артқы бетке өтетіндей, мына жерде табиғат екеуміздің үйдің ішіндегі отқан адамдардың арасында байланыс болу мақсатында осының барлығы ескерілді. Сосын бұл жерден сұрақ болуы мүмкін. Мынау үйдің сыртының барлығы, мысалға қазір әртүрлі материал сияқты болып тұр ғой, өйткені цветовой комбинация бар бізде. Бізде мынау да композитный панель. Екеуі де аликабон. Менталитет дейміз ба, или стереотип дейміз ба, бізде үй соққан кезде көпшілігінде көкірегінде мынандай бір сұрақ болады. Үйім көршілерден төмен болып қалмаса, еңсесі биік болса, кемі 1,5 метр фундамент болса деген сияқты стереотип бар. Ол стереотип қазір кетіп жатыр. Неге? Өйткені өздеріңіз білесіздер, торговый центр болсын, ЖК-лардың астындағы магазиндер болсын, дүкендер болсын, барлығы бізде безбарьерный. Бардың тіке ешқандай ступенькеге шыққан жоқсың, кірдің деген сияқты. Сол себепті біз сол стилистиканы өзіміздің хай-тек стилінің осы маңызды моментін сақтап, барынша өзіңіз айтқан сияқты 2 ступенькеден аспаса. Ең қатты ұнаған жері, енді өмір сүргеннен кейін біліп жатық та. Ол қандай үйге барсаң да кемі 7-8 ступеньгі биік болған сайын әдемі бола береді деп ойлайды ғой көбісі. Негізі ол дұрыс емес екен да. Негізі мынау екен ең рахаты. Көп үлкен кісілер, енді өздеріңіз де білесіздер ғой, үйге келген кезде, үйде үлкен кісілер болатын болса, қолтығынан міндетті түрде демеу керек немерелері. Енді оңай емес ол да үлкен кісілерге. Сол себепті бұл дүние 7 жасар баладан 70-тегі үлкен кісілерге де ыңғайлы болу үшін осылай ескерілген. Дұрыс па? Бұл бізде бұл негізі натуральный кәдімгі облицовочный кирпич. Полноценный. 8,5 олай ширинасы ше. Бұл как утеплитель сияқты да жұмыс жасап отыр. Бұл тек қана фасад емес, облицовка. Бұның ішінде осыдан бөлек 2 қабат утеплитель бар. Аты қандай да мынандай. Жылу сақтайтын. Мин плита? Сол. Сосын мысалға мына жерде қазір көлік сыртта да тұра алады. Көлік мына жерге шейін де келе алады. Өйткені бізде уже бұл жердің өзі навес болып тұр. Сосын потолокты байқауға болады. Бізде под дерево обшивка кеткен. Бұл да аликабонд. Бұл да аликабонд материалынан жасалған. Шыршавый. Шыршавый. Ұстасаң ағаш сияқты фактура береді. Тура кәдімгі қотыр-қотыр болып тұрады. Жақсы. Сосын жобалау кезінде бізде ең үлкен сұраныс үйдің артқы бөлігі кішкентай болса да барлығы ойластырылып, жаңағы үйдегі өмір сүріп жатқан кісілер үшін де, қонақ болып келген кісілер үшін де әдемі демалыс орны шықты. Соны бір көрсетеміз бе? Көрсетеміз. Мынау үйдің артына өтіп жатқан бізде жаңа консоль дедік қой.
біздің мына дорожкамызға пана болып тұр. Қар бар, жаңбыр бар, күн бар деген сияқты көлеңке қылып. Керемет ескерілген. Мынау қазір екінші қабат үйдің ішіне кірген кезде көрсетеміз. Екі детскийдан, балалардың бөлмесінен шығады. Сыртқа шығады және жоғары қарай террасаға шығып кетеміз. Ең қызығы террасада. 2 в 1, 3 в 1 болып кете берді ғой. Біреу бір-біріне пана болып кетті да. Керемет. Ешқайсысының бір ғана мақсат жоқ. Екі-үш қызмет атқаратындай қылып. Оның барлығы енді по ходу емес, ол басында пландалған дүние ғой, жоспарлап жатқан кезде, жоба сызылып жатқан кезде. Соның бәрі алдын ала ескерілді. Мысалы ретінде қараңыз, оны ешкім миына кіріп шықпайтын нәрселерді істедік, қараңыз. Кірпіштің өзінен тесіп, ауа айналып тұратын зат жасадық. Бұл приточный клапан. Негізі көбісі бұны үстіне крышка қояды, думалақ. Ауа кіру үшін. Ол фасадты бұзады. Үйдің кухняның шығатын иісінің өзін біз мынандай жерге жасырып жібердік, қараңыз. Сіздің айтқаныңыз бойынша. Екеуі үйдің бүкіл ыстық ауасын мына обшивканың астымен кетіп жатыр ғой. Астымен кетіп жатыр. Үйдің арқасы үлкен бір территория болмағанымен, мынау сияқты бәрін сыйғыздық. Мынау сияқты 30 түпті негізі кәдімгі үйде де тастайды да, арқасын кішігірім әзірлене қылып қоя салады ғой. Ал бізде шетінен таныстырайықшы. Мынау сырттың әжетханасы. Кәдімгі матовый стекло, стильді бұзбас үшін бұл жерге бір темір есік, басқа деген сияқты не қойыла салмаған. Общий бір ансамбль, стилистика сырттың әжетханасының өзінде сақталған, Керемет. Бұл жер бүкіл үйдің котельния, үйдің жүрегі десеңізші. Барлық үйдің отопление, ыстықтың барлығы осы 1000 квадраттық пештен үйдің ішіне кіреді. Негізі үй бұдан 3 есе аз квадратура. Бұл 1000 квадрат 3 есе көбейтіп жібердік та. Ең төмен градусқа қойсақ та қазір бүкіл үйіміз жылып жатыр. Терезелерді ашып салып отырдық наоборот. Одан бөлек мына жақта тағы да бір пеш қойдық. Бұның қызметі? Бұның қызметі үйдің артқы осы котельниге баня, парилка, туалет и бізде бассейн бар. Соған жауап береді осы. Керемет. Но бізде бұл резервный су. Пищевой резервуар. Егер үйде су бітіп қалатындай болса, бір 2-3 күнге су бар деген. Жететіндей запас бар, Келесі есік бізде. Бұл баняның комнатасы. Бұл жердің өзінде де есіктердің барлығы тоже немецкий алюминиевый есіктер. Барлық профильдер. Енді компактный болғанымен, ішінде өте ыңғайлы болып ойластырылған. Енді көбісі ойлайды ғой, баняға бір үлкен территория керек деп. Мынау дәлел. Мынау бізде кішігірім хамам. Кәдімгі подогревпен, жылы, демалатын жер. И мына жерде бізде банямыз. Ағаштарға қатысты қандай ақпарат бар? Бұл ағаштар, шатаспасам, сасна деген ағаш. Ешқандай көзі жоқ. Мына жерлері басқаша бір атын ұмытып тұрмын, бірақ тоже сәл қымбаттау дүниелер. Астында подсветкамен, бәрімен жасадық. Кірген кезде иістің өзі ерекше бір иіс беріп тұрады. Керемет. Мына жақта пешкісі бар. Пешкіні мына жаққа қойған себебіміз балашаға стап қалмау үшін, сосын бір орынды алмау үшін мына жаққа тығып жібердік. Мына жерде бізде пардан шықсаң, қаласаң бассейнге секір, қаласаң холодный душ тұр мына жерде, ведромызбен, шелекпен бірге. Керемет. Сіздерге таныстырып атып, сәл видеоны тоқтата тұрыш, мұншаға түсіп алайық деген келіп кетеді, мына ішінде жүрсең. Керемет. Сосын жаңағы біздегі облицовочный кирпичтегі ескеріп кеткен дүниелер, ол біздің композитный панельде деп байқауға болады. Үйдің ішіне ауа, өз естественно ауа кіріп, арғы жақтан шығып, бір-біріне айналып тұру үшін жасалған. Мына жерге қазір қарасақ, барбекю зона. Барбекю зона кішкентай болғанымен өте эффективно қолданылған. Мына жердегі мангал, қазан, афган қазан тұр мына жерде, раковинамыз тұр. Бұл барбекю зонаның ерекшелігі, мысалға баняның пешкісінің аузын көбісі мынандай жерге қойып қояды да. Көрінетін жерге. Көрінетін жерге қойып қояды. Ал ана жерде газбен пешкі тұр, ол газ и отынмен де жанады. Бірақ жоқ жерде. Оны біз былай істеп жүрдік. Мынау бүйтіп роликпен ана жақтан қосасын, мына жерде отырып қоса саласын, мына кнопкадан. Өзі қосыла береді. Тықпоқ қойды. Надрабақта бола алады, ағашпен де бола алады. Ағашпен де бола береді. И газбен де бола береді. Біздің ағаштарымыз әрі барбекю зонаға декорация болып тұр, әрі бір скрытый эффект беріп тұр. Біздегі барбекю зона керемет барлығы ойластырылған, бірақ бұл жердің ең үлкен плюсы мынау біздің доска, кәдімгі үстінде отбасымен бірге террасный доска, шашлык жеп жатсың деген сияқты. Ал біздегі шомылғымыз келсе, бассейнге түскіміз келсе, шомылғымыз келсе, қалтадан кілтті шығарамыз да бүйтіп бір рет бас жібере саламыз.
Мұны 1 тоннаға дейін көтере береді. Міне бас жібересің, Иә. шомылғың келсе шықта шомыла бер десеңші мына жаққа қарай. Бұл судың ерекшелігі қыста да жазда да бір температурада тұрады. Түнгі 2-де келсең де осы жып-жылы су өзі фильтрация болып тұрады. Так, бұл жерде бұл екі қызмет атқарып тұр. Мынау бізде площадь экономдау мақсатында біздің отырып демалып барбекюден шыққан шашлығымыз бар, стейгіміз бар, соны жеу біріншісі. Екіншісі бала шаға құлап кетеді-ау деген ойдан аулақ болу керек бұл жерде. Мысалға көбісі сыртын төбесін тентпен жауып атады. Болмаса жаңағыдай оргстекломен бірге толық жаңағыдай передвижной істеп жатады. Оның барлығы негізі қосымша шығын біріншіден, екіншіден қатты бір эффективность жоқ бұл жерде. Бұл жерде бізде 2 в 1 болып тұр. Бала шағаңмен шомылдың. 2 в 1, 3 в 1 десеңіз. Сіздің сызып бергеніңіз миыма кіріп шықпаған нәрселерді сыздарда негізі. Абайла. Мынаны да қосып қойыңызшы. Мына жерде қазір мынау сарқыраманың дауысы, бассейн тұр, барбекю тұр. Бұдан артық не керек? Бұдан бөлек бұл үйдің тағы бір ерекшелігі бар, оны біздің эксплуатируемый кровлямызға шыққан кезде көрсетеміз. Үйдің артынан кіретін мүмкіндік бар бізде. Бұл жақта да бір түсіндіріп өтсеңіз. Бір түсіндіре салайын. Бұл жерде бізде парадный есіктен бөлек айналып келіп жүрмес үшін үйдегі кісілерге мына жерден ыңғайлы. Мына шықтың, кірдің. Ашық па мынау? Ашық. Бұл жерде байқасаңыз, бұл жерде бір-ақ лестница. Бір ступенька. Ар жақта 2. Өйткені судың бәрі былай айдап шығып кету үшін Нұрекең өзі сызып берді, осылай жасаңдар деп. Бізде участоктың төрінен сыртқа қарай уклон бар. Сыртқа қарай уклон бар, көзге көрінбейді, жүзген адамға білінбейді. Есіктің алдын жаңбыр жаусын, қардың суы болсын, өзіңіз жусаңыз да сыртқа қарай ағып шығып кетеді. Сол себепті біздегі жаңағы 15 сантиметр бір ступеньіміз үйдің артында жоқ болып тұр. Сонда шамамен метрге 1 сантиметр уклон болып тұр. Бұл жердің өзін мына басатындарын отдельно жасадық. Шаққа ыңғайлап, адамның шағынан. Шаққа ыңғайлап сызып отырып жасадық. Мынаның өзінің суы бар астында, су ағып, өзі су қарып тұрады. Су шашып жүрудің керегі жоқ. Бізде бұл капельный ма? Тамшылап, тамшылап суғару технологиясы қолданған. Жақсы. Одан кейін мынаны байқасаңыздар, бұны да скрытый люкпен жасадық, мына екеуін. Бұл жаңағы крышадан келетін су осы жер арқылы шығып кетеді да, если вдруг толып қалып бір жағдай болып жатса, алдағы уақыттарда зат тұрып қалды. Любой время аштым да тазалай салдым. Бізде бұл, значит, аварийный, аварийный. Аштық, тазаладық. Бұны да ескеріп айтқаныңыз бойынша жасап кеттік. Кірген кезде кеңістік көріну керек болды. Осыны көрсетейікші деген ой болды. Оған бір 9-ға 6 деген сияқты зал істеп жүрдің қажет жоқ. Искусственный сыртта пальма, іште пальма. Сырттағыны біз ішке де жібердік. Оны осы үй живой пример. Полдағы жоғары көтерілмейді. Өйткені ол, енді қараңыз, мынау бір линия болып кетеді. Стена болып тұр, айна болып тұр. Бұны ешкім ойламайды. Гибкий мрамор деген нәрсе жабыстырады да, бұны ұзақтан қазір камерада сондай деп ойлап тұрған шығар. Мебель қай жерде тұр бұл жерде?